Сәлем, менің атым Сандуғаш. Сіз BSI компаниясының заказын қалай жасай аласыз? Осы сұраққа бірге жауап іздейміз. Жауап іздегенде бірге кіріп көреміз, қазір мен сіздерге көрсетемін. Сонымен алдымен BSI деген сөзді тересіз интернетте, себебі енді сайтын алғашында білмейсіз ғой. Бір-екі рет кіргеннен кейін біліп аласыз. Мінекей бірінші сайт шықты. Осы біздің официальный сайтымыз. Осы жаққа басасыз BSI деген сөзге. Ең бірінші страницасы осындай. Романтика деген сөздің тұсында сол жағында квадратик тұр. Соған басуыңыз керек. Бұл жаққа бассаңыз личный кабинет, вход, регистрация. Регистрация, яғни сіз адам тіркеген кезде осы регистрацияға басып тіркей бересіз. Болмаса ол өзі тіркеледі реферальный ссылка арқылы. Ал енді біз қазір заказ жасау керекпіз. Сол үшін жеке кабинетке кіреміз. Входқа бастық. Вход. Мен қазір өзімнің личный өзімнің сандарымды, яғни логинімді, номерімді теріп жатырмын. Мінекей тердім. Енді өз паролімді тердім. Енді қазір кабинетке кіреміз. Парольді ылғи ауыстыруға болады, естеріңде болсын. Міне, осындай страница ашылады. Бұл жерде акция оқысаңыз болады. Акция жайында, компания жайында оқысаңыз болады. Полностью кабинетті оқып шығасыз кейін. Қазір қалай заказ жасау керектігін көрсетейін мен сіздерге. Қараңдар, флажок мына кітап сияқты 3 сызық тұр мына жерде, стрелка тұр, сосын корзина тұр. Корзинаның суретіне басамыз. Корзина, яғни бұл жерде біз заказ жасаймыз. Егерде сіздің қолыңызда каталог тұрса, каталогта артикулдар бар жазылған. Сол артикулдарды быстрая корзина дегенге басып, быстрая корзина деген тек артикулдар теріп, сөйтіп артикул бойынша сіз корзинаңызға сала бересіз. Ал егер сізде қолыңызда каталог болмаса, қолыңызда обычно каталог болмайды бірінші рет адамдарда. Олар не істейді? Алғашқы заказын жасау керек, бірақ каталогы жоқ. Онда осы кабинеттен ақ осы жерден продукцияларды көріп, оларды корзинаға сала алады. Ол үшін тағы да корзинаға басамыз. Корзинаға бастық. Мінекей каталог продуктов деген тұр. Осыған басамыз. Каталог продуктов. Ал енді астына кішкене түссек, мінекей дайындары тұр. Бірақ бізге мысалға керек парфюмерия дейге. Парфюмерияға бастық. Парфюмерияны таңдадыңыз любойын, мысалы керегін өзіңізге. Сосын айталық, мінекей міне 6102 керек маған, эспириде. Мен алдымда мінекей корзинаға бастым. Сөйтіп едім, міне ұшып кеткен сияқты, яғни корзинаға салынды деген сөз. Сосын тағы да бір парфюмді сала салайық. 61 мысалға 04. Тағы да корзинаға бастым, мінекей кетті корзинаға. Енді үстіне былай көтерілсеңіз, мінекей көрдіңіз, корзинада 2 деген сан, яғни 2 продукция менде уже корзинада жатыр деген сөз. Арғарай уходқа басамыз, мысалы, уходқа не кіреді? Крем, альгинатный маскалар, түнгі, күндізгі деген сияқты. Мысалы, мен мына кремді алайық дедік, 11.05 бастым, былай ұшып кетті, корзинаға кетті деген сөз. Міне, көрдіңіздер ма? Сосын тағы да, енді мен олардың бәрін көрсетіп жатпайын, кішкентай ғана көрсетейін. Сіздердің уақыттарыңызды алмау үшін. Мінекей, мысалы, айталық мен көп уже корзинама салдым дейік. Көп продукция 100 балға алдым. Енді маған сохранить ету керек. Міне көрдіңіздер. Егер сіздерге мысалы, ой, керек емес екен маған эспириде басқасын алам десеңіз, міне мынандай қызыл тұр, қызыл. Осы қызылға бассаңыз, ол кетіп қалады, өшіп кетеді. Көрдіңіз ба? Корзина. В корзину убрали, удалили деген сөз. Сосын арғарай мінекей оформить заказға басамыз. Оформить заказ. Сосын выберите тип заказа, обычный заказ дегенге басамыз. Вперед. Алға қарай. Выберите тип доставки. Тип доставки деген сөз қалай сізге? Біз Қазақстанда, қыздар, бюро BSI дегенді таңдаймыз. Бюро BSI. Бюро BSI. Выберите бюро. Басамыз мұнда. Ақтөбе, Алматы бар 757. Ақтөбеге жақын қалаларда, болмаса өңірлерде, ауылдарда тұрып жатсаңыз, осы Ақтөбені таңдайсыз. Алматыға жақын болсаңыз, Алматыны таңдайсыз. Бізде қазір Қазақстанда менің білуімше 3-ақ бюро бар, пока. Астананы таңдаймын мен. Мысалы, мен Астанада тұрам, Астананы таңдадым. Сіз Алматыда болсаңыз, Алматыны таңдайсыз. Болмаса Талдықорған Алматыға жақын, например. Онда Алматыны, или Шымкент жақ Алматыға жақын. Онда Алматыны таңдайсыз. Таңдадық бюроны, впередқа басамыз. Вперед.
Болды мінекей. Сосын акцияларды көрсетіп жатыр ол. Компактная пудра биоси акция дейді. Компактная пудра. Міне мінекей акциялар бар екен. 1 рубльға, қараңыз, каталог специальных предложений 1 рубльға. Жақсы. Добавлено. Спасибо, что воспользовались дейді. Рахмет, добавлено болып тұр. Так. Ары қарай вперед. Көрейікші, мен қазір каталогты. Дневной крем көрдіңіздер ма? Жоқ дейді, дневной крем. Онда маған қайтадан артқа қайту керек. Дневной крем себебі сары болып боялып тұр, жоқ дейді. Артқа қайтам. Қайтадан артқа қайттым. Болмаса мына корзинаға баса салуға болады. Корзинаға баса салдым. Артқа қайтпайық, корзинаға қайттан баса салдық. Дневной крем жоқ деді ғой, иә? Сол үшін алып тастаймыз дневной кремді. Онда тағы да бірдеңелерді қосу керек. Сөйтіп жобасын түсіндіңіздер ғой, иә? Оформить заказ. Айталық, мен көп салдым корзинама. Сөйтіп, выберите тип доставки. Қайтадан маған айтып жатыр тип доставки. Сіз корзинадан шыққан сайын, мысалы, ауыстырған сайын, бюрода кетіп қалады екен. Сол үшін бюроны қайтадан таңдайсыз. Так, Астананы мен қазір таңдаймын. Астананы қостым. Вперед. Акцияларды қарайсыз, 86 рубльға керек па сізге акция компактная пудра. Мне спасибо, что воспользовались акцией. Добавлено дейді мінекей. Ага. Вперед. Тип доставки қазір тұра тұрыңыз. Тип доставки бюро биоси қайтадан. Выберите бюро Астана. Енді өздеріңіз түсінесіздер ол жерде. Оңай, қиын ештеңе жоқ, бәрі оңай. Вперед, бәрі жазылып тұр, тек қана аспай-саспай. Компактная, мен жаңа ваниль компактная. Жаңаға не бойынша ғой деймін, акция бойынша. Назад. Көрдіңіздер ме? Өзі көрсетіп тұрады мінекей. Егерде бірдеңе жоқ болса, компактная пудра ваниль отсутствует дейді. Онда оны алып тастаймыз ванильді. Қайда кетті ол? Компактная пудра ваниль. Міне алып тастадық. Очень жаль, что вы отказались от акции. Яғни сіз акциядан вообще отказ жасауыңызға болады екен. Мен жауап қойықшы бұлай. Ой, мен вообще шығып кетіппін ғой. Қайтадан кіреміз. Қайтадан кірдік. Ай, құдай-ай. Мінеки, екі міне жатыр әлі. Оформить заказ. Тағы да обычный заказ. Вперед. Тип доставки бюро биоси қайтадан. Астана. Бір-екі рет жасасаңыздар, машықтанып аласыз. Вперед. Түкте қиындығы жоқ негізі. Сосын вперед. Акцияларды айталық алдыңыз бәрін. Сосын міне қараңыздар енді. Соңғы шағы. Итаво бұл жерде сізде 100 балл тұрады айталық. Мен тез жасау үшін сіздерге не етіп жатырмын ғой, тез екі-ақ нәрсе салып қойдым ғой корзинаға. Негізі 100 баллға жасадыңыз. Заработано 100 балл деп тұрады, суммасы тұрады. Сервисный сбор, итаво с учетом. Сохранить дейміз мысалы, иә? Сохранить дедік. Болды, сөйтіп сохранить етіледі. Енді мен бұны қазір удалить етіп тастаймын, бұл заказымды, себебі маған екі-ақ нәрсе салдым да, сіздерге жай видео түсіріп жатырмын көрсету үшін. Мінеки осындай қыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Бюроны таңдайсыз, заказдарыңызды саласыз. Сонымен болды қыздар, рахмет назарларыңа, іске сәт, жұмыс істейміз. Алға тек қана вперед. Бәріне биоси туралы айтамыз.